Жыл сайын 35 мыңнан астам жас осы жастар еңбек жасақтарының қатарында жұмыс жасайды. Жастардың 41%-ы волонтерлықты қоғам өміріне қатысудың жолы деп есептейді. Жастар ғылыми зерттеу орталығы осы барлық жастар ресурстық орталықтарына ең басты әдістемелік орталық ретінде көмек көрсетуде. Тек қана мынау қоршаған ортаны ғана аялау емес, жалпы өзіміздің таза сана сезімімізден, таза ойдан, таза жұмыс жасаудан басталады деп ойлаймыз. Ақысыз қоғам игілігі үшін жасалып жатқан жұмыстарын қатыса жүріп, ол өзінің мамандығын ары қарай толық игере бастайды. Таза Қазақстан бастамасына не үшін ерікті түрде қатысу керек? Біз тұтастай Қазақстанды таза қылғымыз келсе, біз ең бірінші өзгерісті өзімізден бастайық. Мемлекеттік саясаттың түбегейлі реформалардың бірі осы жастардың белсенділігін арттыру. Жұмысқа келетін жастардың басым бөлігі ниет санатындағы жастар. Яғни оқымайтын, білім алмайтын жастардың қатары бар. Мәдениет бағытындағы, осы зерттеу бағытындағы волонтерлік ұйымдар мысалы Түркістан облысында мысалы жиі көп кездеседі. Ақтөбе облысында жақсы бір мәдениет қалыптасқан. Экологиялық жасақпен қатар құрылыс жасақтары да дамып келе жатыр. Амансыздар ма? Бұл Жастар медиа подкаст алаңы Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асырылып отырған Жастар ғылыми зерттеу орталығының медиа жобасы, оның жүргізушісі мен Абай Сейфулла. Бүгін біз еліміздің ішкі саясатындағы өте маңызды тақырыптардың бірін қозғаймыз. Ол әрине қоршаған ортаны қорғау, оның ішінде таза Қазақстан. Таза Қазақстан дегеніміз не? Ол тек көшет отырғызу, ауланы тазалау, әлде бұл тұтас мәдениет? Осы сұрақтарды талқылау үшін нағыз осы шаруамен айналысып жүрген жігіттерді, қыздарды студиямызға шақырдық. Таныстырып өтейік. Айбек Досымбетов, ұлттық волонтерлық фронт офисінің жетекшісі, сонымен қатар Нұрасыл Бекматов, Жасыл ел республикалық штабының басшысы, ал біздің тұрақты сарапшымыз Жастар ғылыми зерттеу орталығының басшысы Гүлісхан Нақбаева. Қош келдіңіздер. Енді тақырыбымыз түсінікті. Шын мәнінде өте аясы кең тақырып таза Қазақстан жобасы. Онымен тікелей айналысатын азаматтар, оның алдыңғы шебінде жүргендер, ол әрине біздің еріктілер, волонтерлар, өздеріңіз білесіздер. Жақында президентіміз қол қойған, халық болып референдумда дауыс берген жаңа конституциямызда осы волонтерлық қызметті қолдау бойынша арнайы тармақ енгізілді. Волонтерлық, еріктілік деген сөздің өзі біздің жаңа конституциямызға енді, оны ел болып қолдайды деген сөз. Волонтерлық, ол азаматтық белсенділік. Сол себепті енді алғашқы сұрақ өзіңізге. Қазіргі уақытта елімізде қанша волонтер бар, олар елдегі осы таза Қазақстан сияқты акцияларға қаншалықты белсенді қатысады. Одан кейін әрине осы таза Қазақстан дегенді біздің еріктілеріміз, жастарымыз, волонтерлар қалай түсінеді? Осы жөнінде әңгіме қозғасақ. Рахмет, қайырлы күн баршаңызға. Ең біріншіден алғыс айтамын ұйымдастырушыларға. Осы тақырыпты көтеріп, жалпы ақпарат ретінде қоғам басынып жатқан. Жалпы енді волонтерлық орталықтан келгеннен кейін әрине біздің республика бойынша волонтерлық ұйымдармен әрқайым тығыз байланыстамыз, бірлесіп қаншама жобалар жүзеге асырып жатырмыз. Сандық көрсеткішке келетін болсақ, қазір елімізде заңды түрде тіркелген 800-ге жуық волонтерлік ұйым бар. Бұл 800-ге жуық волонтерлік ұйым өздерінің бағыттары бойынша волонтерлік қызмет атқарып келе жатыр. Қазіргі уақытта бізде елімізде нақты сарапшылармен және арнайы мемлекеттік мекемемен бекітілген 14 бағыты бар волонтерлықтың. Мысалы, экологиялық, білім саласы, мәдениет, спорт, одан кейін әлеуметтік сала деп бөлінеді. Сол 14 бағыты бойынша волонтерлік ұйымдар өздерінің волонтерлік жобаларын, волонтерлік қызметтерін көрсетіп жатыр. Бұл 800-ге жуық ұйым өздері қазіргі уақытта 300 мыңға жуық тұрақты волонтерларды мен қызмет атқарып жатыр. Яғни бұл қазір елімізде волонтерлардың саны 300 мың деп айтамыз. Яғни бұл нақты саны деп айтуға келмейді. Бұлар тұрақты жоба аясында тартылған волонтерлардың жалпы саны. Ал енді волонтерлік қызмет баршамызға белгілі, бұл біздің қанға сіңген жалпы асар ұғымымен қалыптасқан, өзгеге көмек беру, өзіміз өз жанымызға көмек беру деген бұл біздің ұлттық қасиеттердің бірі. Сондықтан да бұл күнделікті көршісіне, көшеде
қоғамдық көлікте қаншама жастарымыз, қаншама ер азаматтар өз көмектерін беріп келе жатыр, волонтерлік қызметтерін көрсетіп жатыр. Яғни бұның барлығын тіркеу есеп алу мүмкін емес. Сондықтан да көбінесе біз 300 мыңға жуық волонтер, бұл волонтерлік жоба аясында тартылған волонтерлардың саны деп ашық айтып кетсек. Яғни осы бұл жаңағы әр волонтерлік ұйымның өзінің бағыттары бар. Енді жаңа негізгі тақырып экологиялық мәдениет, таза Қазақстан деген жалпы ұлттық акция. Бұл жерде енді әрине тек қана бір көктемгі сенбілікпен шектеліп қалмайды. Енді бұл жердегі ұғым, бұл жерде жалпы ұлттың таза болуы, ең біріншіден таза мәдениет, таза Қазақстан, жалпы бұл жерде жалпы өмір сүру стилінің жалпы тазалығы деп түсінеміз. Сондықтан да бұл әрине басым көпшілігі жалпы тазалау ең бірінші өзімізді, айналамызды тазалаумен басталады. Сондықтан да бұл экологиялық мәдениетке, экологиялық бағытты дамытып жүрген волонтерлік ұйымдар белсенді атсалысып жатыр. Эколог волонтерларымыз өздерінің қаншама жаңа топтармен волонтерлармен бірге отырып, волонтерлік жобаларды жүзеге асырып келе жатыр. Жаңа ерікті волонтер деп жатсыз ғой. Осы сәтті пайдаланып тағы да бір айта кетсем, негізі заңда 2016 жылы заң қабылданған елімізде волонтерлік қызмет туралы. Яғни сол заңда волонтер сөзі қазақ тіліне аударылмайды деген ішінде нақты абзац көрсетілген. Яғни бұл жерде ерікті волонтер сөзінің анықтамасы бар. Волонтер сөзі өзінің 3 ережесі бар. Қағидаты ең бірінші, өз еркіменен ақысыз қоғам игілігі үшін жасалған, әлеуметтік бағытта жасалған іс-әрекет қызмет түрін волонтерлік қызмет деп айтамыз. Сондықтан да бұл жер ерікті дегеніміз, бұл волонтер сөзінің бір ғана қағидасы. Сондықтан да елімізде волонтер деген ұғым үлкен ауқымды ұғым. Енді көбінесе волонтер сөзін еріктіге қазақшаға аударып алдық. Волонтер орысша дегенде шамалы стереотип кездесіп қалады қоғамда. Ал негізінде еріктінің орысша нұсқасы ол добровольец дейді. Әрине бұл енді біз көрші Ресей волонтерді өздері добровольцқа аударып алса, қазақтар ерікті. Сондықтан да бұл волонтер сөзі француз тілінен енген термин. Қазақ тіліндегі жаңағы анықтамасы ретінде өз еркіменен ақысыз, бұл жерде ешқандай қаржы төленмейді. Қоғам игілігі үшін әлеуметтік бағытқа, яғни бұл жерде бизнеске, дінге, саяси партияға бағытталған бағыттардың барлығы заң шектейді. Тек қана осы әлеуметтік бағытқа, қоғам игілігі үшін жасалған қызметтің түрін волонтер деп атаймыз. Сондықтан да волонтерлар деп волонтерлар мен жалпы еріктілерді салыстырып, болмаса соны аудармасы ретінде қолданған шамасы сәйкес келмейді. Волонтеринг дейміз ғой, енді біз халықаралық терминде бәрінде волонтеринг деп қолданып жатамыз. Енді бізде еріктілік, волонтерлық дегенде қаржы төленбей өздерінің еркімен баратын жұмыс. Бізде қазіргі уақытта елдегі экологиялық ең үлкен қозғалыс деп айтсақ болатын шығар, жасыл ел көп жылдан бері жүзеге асып жатыр. Жазға қарай студенттер, оқушылар қазір белсенді қатысады. Бірақ оған ақы төленеді ғой, ең төменгі жалақы деңгейінде. Бұны да волонтерлік деп қарастырамыз ба, әлде бұны жұмыс деп қарастырамыз ба? Жалпы жасыл ел бағдарламасы 2005 жылдан бастап іске асырылып келе жатыр. Биыл 22-ші жазғы еңбек маусымын аштық. Алматы облысы Қонаев қаласында бүкіл өңірдің штабтары жиналып, сол жерде ол жыл сайынғы біздің дәстүрге айналған. Маусым басталатын кезде барлығымыз бір бас қосып, биылғы жылды талқылаймыз. Қалай маусымды табысты өткіземіз, алдымызға нақты міндеттерді, жоспарларды қоямыз. Сосын жыл сайын нақты нәтижелерге қол жеткізгеннен кейін республикалық деңгейдегі жабылуын жасаймыз. Тағы бір жиналып, келесі жылға жоспарымыз талқылаймыз деген сияқты. Енді жыл сайын 35 мыңнан астам жас осы жастар еңбек жасақтарының қатарында жұмыс жасайды. Олар өздерінің ауылдарында, елді мекендерінде, қалаларында абаттандыруға, көгалдандыруға, сенбілік жұмыстарын жасауға, ағаш отырғызуға және де жергілікті деңгейдегі жастар саясатын іске асыруда, оның ішінде жаңағы айтып өттіңіз ғой, конституцияға экология термині, экологиялық мәдениет, қоршаған ортаны қорғау сынды терминдер алғаш рет енгізіліп отыр екен. Соны іске асыруға өздері жұмыстанады. Яғни бір жас бір ай көлемінде жұмыс жасайды, жасаған жұмысына сәйкес жалақысын алады, ары қарай өзінің жаңағы азаматтық белсенділігін ұстанады деген секілді. Енді көбіне біздің қатарымызда тек қана жаңағы басымдылықты береміз, ол көп балалы отбасылардың балалары, аз қамтылған отбасыдан шыққан, ата-анасы жоқ жетім балалар да бар.
Оның ішінде мынау университеттерде, колледждарда ақылы түрде оқып жатқан студенттерге, жастарға басымдылық беріледі. 14 пен 35 жас аралығында, кейбір өңірлерімізде 16 жастан бастап 35 жас аралығында қойып жатады. Оқушыларға да мүмкіндіктер беріледі деген секілді. Енді жаңа волонтерліктің терминімен толық таныс болдық қой. Олар жұмыс жасағаннан кейін біз оларды волонтерлердің қатарына жатқызбаймыз. Өйткені ол белгілі бір қызмет түрін көрсетеді, соған сәйкес өзінің жалақысын алады. Егер ол жұмыс жасап болғаннан кейін, еңбек шарты аяқталғаннан кейін, оған жас елдің жасағы ұнап, достар тауып, коммуникациялық бір байланыстар болып, ары қарай мен жүре беремін достарыммен бірге дейтін болса, барып біз оны қатарына кіргізе аламыз. Сол секілді негізгі жұмыс істейтін болса, жалақы алатын болса, ол волонтердің қатарына жатпайды. Бірақ көбіне жастар волонтерлікке осы бағыттар арқылы келіп жатады. Жұмыс жасайды, ұнайды оған, ары қарай жалғастырғысы келеді, түрлі ұйымдарға, волонтерлік ұйымдарға мүше болғысы келеді. Бізден де көп сұрап жататындар бар. Сол жастар орталықтары арқылы бағыттап жіберіп, ары қарай өздері жастар ұнаған жұмыстармен айналысып жатады. Ақы төленетін волонтерлік деген ұғымның өзі қате ма? Кейде болады ғой, үлкен іс-шараларға жастар тартады, адамдарға қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету сияқты жұмыстарға, бірақ белгілі бір шекпен жалақы төлеп жатады, бір реттік. Жалақы болғанда волонтерларға несін шығындарын өтеп беруге міндетті болады негізінде кез келген ұйымдастырушы. Сондықтан да ол волонтерға ол мысалы шара таңертең ол таңғы 6-дан бастап жиналатын болса, қоғамдық көлікте жүрмейтін уақыттарда олардың келіп кетуі, жаңағы жол шығындары, ол жерге тамақтануы, олардың жаңа экипировкасы, жаңа сыртқы киім нелердің барлығын өздері ұйымдастыратын болса, оған қаржылай ұйымдастырушылар беріп жатады. Яғни ол шығындарын өтеп беру ол ақыға жатпайды. Ал егер айлық беріп жатса, онда оларды волонтер деп атау шамалы қате болады. Сондықтан оларды менеджері, супервайзер, қаншама не бар ғой, термин бар, соларды қолдануға болады. Арнайы көмекшілер, ұйымдастырушылар. Бірақ енді оларды волонтер ретінде атайтын болған жағдайда, если қаржы төлеп айлық ретінде беретін болса, ол әрине ол ең бір заңға қайшы болады. Волонтерлық туралы сөйлесіп отырмыз Гүлсхан, енді жастар ғылыми зерттеу орталығы осы жастардың волонтерлыққа ұмтылуын, қоғамда белсенді болуын зерттеп отырады, жастардың қоғам өмірінен тыс қалмау мәселесін ескереді. Біз оқып отырмыз, зерттеуге сәйкес жастардың 41% волонтерлықты қоғам өміріне қатысудың жолы деп есептейді. Қазіргі уақытта қаншалықты жастардың белсенділігі өсіп жатыр қоғам өмірінде? Динамика қандай? Таза Қазақстанға ұмтылу деңгейі қаншалықты өсіп жатыр? Қанша жас бұл ұғымды, бұл идеологияны біледі? Дұрыс айтасыз, жалпы кез келген елдің жастар жалпы ең басты стратегиялық серіктестік болып табылады. Себебі ұзақ мерзімді біздің өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ қой. Әрине, біздің де жастар ғылыми зерттеу орталығының зерттеулері бұны дәлелдеп отыр. Мысалы 2023 жылы жастарымыз 5% ғана, респонденттердің 5% ғана осы волонтерлік ұйымдарға қатысқанын көрсеткен екен. Ал 2024 және 2025 жылы қарайтын болсақ, бұл 5% 17,5%-ға өскен екен. Демек, 3,5 есе біз белсенділіктің артқанын көріп отырмыз. Волонтерлік қызметке жалпы өзінің жаңа сіз айтып кеткендей қоғамдық өмірге қатысуын, жалпы елімізге пайда болуын, қызмет ету үшін сияқты басты принциптерін айқындап кетіп жатыр. Енді жаңада басында жақсы біз бастадық. Жалпы біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы былтыр ғана еліміздің басты принциптерін, ішкі саясаттың басты принциптерін айқындап кетті. Ол таза Қазақстан, заңмен тәртіп, адал азамат сияқты тұжырымдамалар бар. Енді былай қарап отырсақ, бұл енді халықаралық саясаттың да басты принциптері. Неге десеңіз, біздің мемлекет басшымыз Біріккен ұлттар ұйымының жалпы ең басты бір өзінің инициациясымен шыққан болатын. 2026 жылы халықаралық волонтерлер жылы болып жарияланды. Бұл дегеніміз сыртқы саясаттағы осы волонтерлік қызмет ең басты бір қағидаттардың бірі болып айналып жатқаны сөзсіз. Неге десеңіз, жаңа сіз де Айбек мырза жақсы айттыңыз, жалпы бұл әр азаматтың өзінің белсенділігін арттыру және де қоғамға пайда болу, жеке және заңды тұлғаларға көмек көрсету, жалпақ тілмен айтқанда, жалпы қол ұшымызды созып және де бір-бірімізге көмек көрсету болып табылады.
Енді жастардың рөлі өте маңызды. Себебі мынау 300 мың волонтеріміз бар болатын болса, енді деректерге сәйкес 75%-дай жастарымыз осы волонтерлік қызметте жүр деп айтсақ та болады. Себебі мынау жастар ресурстық орталықтары да еліміз бойынша 236 жастар ресурстық орталықтары бар. Олар да осы жұмысты жастармен бірге үйлестіріп отыр. Бұл да біздің басты серіктестеріміз деп айтсақ та болады. Жастар ғылыми зерттеу орталығы осы барлық жастар ресурстық орталықтарына ең басты әдістемелік орталық ретінде көмек көрсетуде. Зерттеулерден басқа әрине бізде жобаларға да атсалысамыз. Бізде осы зерттеулердің арқасында жастардың құндылықтарын, тенденцияларын, жастардың сұраныстарын жалпы зерделей отырып, қалай біз пайда боламыз, қалай біз елімізге көмек көрсете аламыз деген сияқты сұрақтарға жауап беруге тырысамыз деп айтсақ болады. Енді жалпы тағы да бір статистикаға келетін болсақ, экологиялық қоршаған ортаға да келіп отырмыз. 2023 жылы қайтадан ұлттық баяндамаға сәйкес жастардың 4% ғана осы экологиялық ұйымдарға қатысып белсенділігін арттырып отырған екен. Бұл да көрсеткіш оң серпінін көрсетіп, 2024 пен 2025 жылы 10,5%-ға өскен екен. Демек, жастардың арасында осы мәселе жақсы таралып жатқанын көріп отырмыз, олардың белсенділігін көріп отырмыз, және де жалпы қоршаған ортадан таза Қазақстан деген ұғымның ішінде көптеген ұғымдар отыр. Ол тек қана мынау қоршаған ортаны ғана аялау емес, жалпы өзіміздің таза сана сезімімізден, таза ойдан, таза жұмыс жасаудан, адал азамат сияқты бір ұғымдардан да басталады деп ойлаймыз. Өзіміздің отбасымыздан, өзіміздің үйімізден осы таза ойлардан басталады деп ойлаймыз. Сондықтан да ел президенті осы тұжырымдаманы кеңінен таратуды мақсат қойып отыр. Ең бастысы жастардың ұғымында, жастардың бойында осы құндылықтарды сіңіру. Идеологиялық жағынан қарайтын болсақ, әрине көп жастарымыз жалпы халық арасында идеологиямыз қайда бара жатыр деген сияқты сұрақтарға жауап беретін болсақ, сол үшін осы басты ішкі саясаттың принциптері айқындалған. Бұл орайда бізде осы жалпы жастар саясатына келетін болсақ, жастармен жұмыс жасауда ең басты принциптері қолға алып, оны жұмысқа аламыз. Енді жастардың белсенділігін осындай волонтерлық қызметпен, жасыл ел сияқты бағдарламаларға қатысу арқылы әлеуметтік лифт ретінде де қарастыруға болады ғой. Енді жақында Таза Қазақстан осы акциясында президенттің өзі қатысып, бірқатар жастарды марапаттады. Президенттің алдында сөз сөйлеген азаматтар да болды. Президенттің осы Таза Қазақстанға атсалысқан азаматтарға марапат беріп жатты. Тағы қалай жастарды мотивация беруге, ынталандыруға болады? Қазіргі мысалға жасыл елге сіз келдіңіз, ары қарай саяси қоғамдық қызметке барады. Осы мәселені айтайықшы. Жақсы, жаңа жасыл ел бойынша Нұрасыл әріптесіміз айтып жатыр ғой. Ақы төленеді деп, бұл жерде бір ай ғана ақы төленеді. Одан кейін екінші айда ақы алып жұмыс жасауға рұқсат жоқ, жасыл елдің ережесі бойынша. Бірақ мынау 3 айлық маусым, бірінші айында ол ақы алып жұмыс жасаған волонтер, бірінші жаңа жасыл жасағы, екінші айда сол экологияға өзінің үлесін ақысыз ары қарай сол жаңағы экологиялық және қызметті атқарады. Яғни ол кезде жаңа айтып жатыр, волонтердің қатарына қосамыз деп. Яғни бұл жерде ең бірінші ол ақы үшін келсе бірінші айда, одан кейінгі айларда сол экологияның маңыздылығын, экологиялық мәдениеттің сол ортада жүріп, ол түсініп, өзі сол бағытты таңдап ары қарай осы қоғамда ақысыз сол қызметті жалғастыра бастайды. Яғни бұл да бір жастарды тартудың, бірінші ақы төлеп арқылы тартудың, мысалы жасыл елдің жасап жатқан бір жұмыстың нәтижесі, еңбегі деп айтуға болады. Одан кейін енді волонтерлік бағыт болғаннан кейін біз көбінесе қазір 2025 жылдан бастап салалық волонтерлік дамытуды бір жолға қойып жатырмыз. Бұл жерде салалық болса, бұрын барлық мемлекеттік мекемелер өздерінің саласы бойынша волонтерлік ұйымдармен, волонтерлармен бірлесе жұмыс жасау керек. Мысалы қазіргі уақытта енді заң бойынша волонтерлік қызметті заң бойынша реттейтін Мәдениет және ақпарат министрлігі, ал бірақ жаңағы
экологиялық бағытта волонтерлар, медицина саласындағы жүрген волонтерлар, олардың барлығы осы бағыттағы мемлекеттік мекемелермен байланыс орнатып, сол саладағы әлеуметтік мәселені шешуді бірлесіп жұмыс жасауды ұсынып, сол туралы арнайы методикалық әдістеме нұсқаулық шығардық. Қазіргі уақытта 12 бағыт бойынша, 2025 жылы 8 бағыт бойынша әлеуметтік нұсқаулық жарияланды. Биылғы 1-тоқсанда тағы да 4-еуі қосымша, жалпы 12 бағыт бойынша сол мемлекеттік мекемелер, сол волонтерлік ұйымдармен бірлесіп өздері қызметін жасау керек. Яғни бұл жердегі мәселе, жаңа Гүлсұхан ханым айтып жатыр, жастардың үлесі ауызға толтырып айтатындай мүмкіндік бар. Сондықтан осы жастардың барлығы осы оқу орнының қабырғасында жүргенде өздерінің маман ретінде қалыптасуына, сол мамандығына сәйкес сол саланы таңдаса, мысалы медицина саласында оқып жүрген жастарымыз осы медициналық ұйымдармен, медициналық волонтерлық жаңағы бірлестіктермен бірлесе отырып, сол медициналық жаңа мемлекеттік мекеменің мамандарымен, соның дәрігерлерімен бірлесе отырып, осындай ақысыз қоғам игілігі үшін жасалып жатқан жұмыстарын қатыса жүріп, ол өзінің ары қарай жұмысына бір мамандығын ары қарай толық игере бастайды. Өзі белгілі ғой, кез келген студент бітіргеннен кейін қайда жұмысқа барамын деген кезде басым көпшілігінде хабарландыруда 1 жыл болмаса 3 жыл жұмыс тәжірибесі болу керек деп. Сондықтан да жаңа диплом алып тұрған жастар көбінесе тәжірибе бола қоймайды. Ал волонтерлік қызмет осы жерде бір тәжірибе алуға, сол саладағы мамандармен тығыз жұмыс жасауға үлкен бір мүмкіндік береді. Сондықтан да бұл жерде тек қана волонтерлік қызметтегі бір жаңа салалық волонтерлікті дамытудағы әр саланың өзінің мамандарын тәрбиелеп, сол яғни ол жерде біріншіден сол оқу орнының қабырғасында жүре отырып, өзінің жаңа арнайы университеттің берген білімінен бөлек, жалпы қоғам игілігі үшін жасау қандай пайдасы бар, қандай әсері бар, ол және жалпы волонтерлік қоғам үшін қандай жаңа мәселелерді анықтауға мүмкіндік береді, оны қалай зерттеуге мүмкіндік береді. Сондықтан сол үлкен бір мүмкіндік береді жастарға. Сондықтан осы орайда осы салалық волонтерлік жастарды тартуға, жаңағыдай сіз айтып жатсыз, бір ынталандырып, бір көтеру, өзінің саланы тартып көбейту, мысалы қатарымызда. Яғни осы жерде біздің жастардың болашақ әр сала өзінің саласын тұрақты, бір сапалы, бір маман ретінде қалыптасуына бір үлкен мүмкіндік береді. Яғни ол да бір жастарға мотивация ретінде осы жаста волонтерлік ұйымдар өздерінің қатарын көбейтіп жатыр. Енді Таза Қазақстан бастамасына 7 миллионға жуық адам қатысты десек, Таза Қазақстан бастамасына 7 миллионға жуық адам қатысты десек, оның 80 мыңнан астамы еріктілер. Еріктілер емес, волонтерлар деп жатырмыз ғой, 80 мыңнан астамы. Меніңше бұл көп емес. Сондықтан да заңда сұрақ туындайды. Таза, бәріңізге қояйыншы, Таза Қазақстан бастамасына не үшін ерікті түрде қатысу керек? Мысалы, қазір инфантильдік көңіл күй деп айтамыз, цифрландырудың, жасанды интеллекттің, әлеуметтік желіге байланудың және индивидуализмнің дамыған уақытында, зумер ұрпақтың көзқарасының бөлек уақытында біз бұрын көмекке шақырса көршінің үйіне ағаш бұтауға жетіп барамыз ғой, отын жағуға деген сияқты. Қазір балалардың бұл бойынша көзқарасы басқа. Олар маған қандай пайда деген бірінші сұрақ қояды. Таза Қазақстаннан соған қатысушы жасқа не пайда? Сондай бір блиц сияқты сұрақ болсыншы. Таза Қазақстан жалпыұлттық бастамасы басталатын кезде барлығы ойлады. Біз 1 айдың ішінде немесе 1 күннің ішінде тұтас Таза Қазақстанды құрамыз деп. Бірақ оның ұзақ уақыт екенін, белгілі бір процестерден өту керек екенін, оның артында қаншама еңбек жұмыс бар екенін білген жоқ. Көбісі тек қана 1 айлық экологиялық маусымнан ғана тұрады, айналамызды тек қана тазалаймыз, болды, сонымен таза болады деген секілді жоқ. Біз 2025 жылдың 11 қазанында өте тарихи бір оқиғаның куәсі болдық. Ол біздің жас елдіктер үшін өте тарихи күн, себебі осы Таза Қазақстан бастамасының аясында мемлекет басшысымен кездестік. Өзіміз арнайы былтыр 20 жыл болған. Негізі біздің құрылғанымызға, бағдарлама ретінде қалыптасқанымызға 20 жылдықтың есебін беріп, осы біздің Жасыл ел ұйымы мен президенттің Таза Қазақстан бастамасының бір-бірінің мәні мен мазмұны ұқсас екенін, бағыттары ұқсас екенін, оған жыл сайын мыңдаған жастар үлес қосып жатқанын айттық. Сол кезде де біздің айтқанымыз, бұл Таза Қазақстан тек қана
ағаш отырғызудан немесе сенбіліктер жасаудан, қоқыстар жинаудан ғана тұрмайды. Ол ең бірінші адамның ойы мен санасының таза болуы деп нақты жеткізгенбіз. Расымен де біз қазір барлық жастардың ортасында боламыз, оларға түсіндірме жұмыстарын жүргізген кезде де, айтқан кезде де айтамыз. Егер біз тұтастай Қазақстанды таза қылғымыз келсе, біз ең бірінші өзгерісті өзімізден бастайық. Біз таза болсақ, біздің отбасымыз таза болса, біздің ауылымыз таза болса, сонда ғана біз ол нәтижеге жеткізе аламыз. Негізгі идеология осы. Бірақ жаңағыдай ғой, әлеуметтік лифт ретінде сіз атап өттіңіз ғой, біз көбінде жаңағы ауылдың жастары осы 2005 пен 26 жыл аралығында миллионнан астам жас жұмыс жасапты. 1 миллионнан астам жас. Олардың 1/3 ауылдың жастары. Ауылдың жастарына да, оқушыларға да профориентациялық жұмыстар жүргізген кезде де ол тек қана сіздер немесе көрермендер ойлауы мүмкін, таңертең жұмысқа барады, экологиялық жұмысын жасайды, қайтып кетеді деген сияқты. Жоқ, ол қоғамдық іс-шараларға қатысады. Сонымен қатар мамандық таңдай алмай жүрсе, сол жердегі достарына мамандық таңдауға кеңес алады. Сонымен қатар қазір енді жылда елімізде айтарлықтай реформалар жүргізіліп жатыр ғой. Сайлау процесі, референдумдар деген секілді. Сол кезде жастардан да сұрақ туындайды. Біздің қатарымызда жұмыс жасап жатқан. Біз не үшін баруымыз керек? Біздің қатыстылығымыз қандай? Біздің дауысымыз бір нәрсені шеше ма деген секілді қарапайымдық сұрақтарды да қойып жатады. Сол кезде біз оларға айтамыз, біздің азамат ретінде, біздің осы республиканың азаматы ретінде, тұлға ретінде үлесімізді қосуымыз керек. Әрқайсымыздың дауысымыз маңызды деген секілді бағыт бағдарларды береміз. Сондықтан таза Қазақстан бастамасын іске асыруда мен өзім есептеймін, тек қана экологиялық ұйымдарға немесе бұл жаңағы жұмысты, бұл бағытты тек экологтарға ғана жүктеудің қажеті жоқ шығар. Өйткені ол тұтас елге, қоғамға, халыққа қатысты болғаннан кейін сол бастаманы соңынан еріп бірге жасасақ қана біз сол нәтижеге жеткізе аламыз деп ойлаймыз. Жаңағы сұрақты жалғастырайық. Таза Қазақстан сияқты бастамаларға не үшін қатысу керек? Өте жақсы сұрақ. Бізде осы сұрақтарға жауап бергіміз келеді. Біріншіден, жақында ғана бізде осы зумерлер бойынша, зумерлердің құндылықтары бойынша, олардың сұраныстары бойынша бөлек бір үлкен материал шығарған болатынбыз. Енді зумерлер өздеріңізге белгілі, технологияға бейім, адаптивті, өздерінің шекараларын құрметтейді, және де дұрыс айтасыз, біріншіден сұрақ қоятыны ол мен үшін не пайда болады, мен ол үшін не аламын деген сияқты бірінші сұрақтар қояды. Сондықтан да мынау жаңағы ақысыз деп те заңда бекітілген болса да, неге ақылы форматта, мысалы біз оларды кейбіргі біздің волонтерлерімізді жастар арасында тартып алып отырмыз. Бұл да бір мотивация ретінде жасап атқан мемлекет тарапынан бір көздеп отырған шаралар болып табылады. Сондықтан да жалпы мемлекет басшысы өзі әр ұғымдарында айтып жүрген сөз сөйлегендерінде осы таза Қазақстан туралы ұмытпайды, жастар туралы ұмытпайды, жастардың рөлін туралы айтып кетеді. Өздеріңізге белгілі, осы жастардың да саяси процестерге қатысуының белсенділігінде көбейткіміз келеді. Неге десеңіз, себебі кез келген елдің ең басты жалпы қазіргі де және де болашақта болатын біздің реформаларын жүзеге асыратын ол жастар болып табылады. Жастар біздің осы саяси процестердің, саяси шешім қабылдау процестерінде біздің арамызда жүр. Оған да үлкен жобалар жүргізілуде. Мысалы, президенттік жастар кадр резерві. Оның да ең басты мақсаты осы жастар арасында ең талантты жастарды осы саяси біздің менеджментке, жаңа форматтағы лидерлерді, көшбасшыларды мемлекетке енгізу, олардың тың идеяларын іске асыру болып табылады. Сондықтан да былай қарап отырсақ, мемлекет басшысы жалпы қазіргі мемлекеттік саясаттың түбегейлі реформалардың бірі осы жастардың белсенділігін арттыру болып табылады барлық кезеңдерде. Оның бірі волонтер болсын, экологиялық бастамалар болсын, ішкі саясаттың принциптері болсын, бағдарламаларды айтатын болсақ, мысалы қазіргі таңда елімізде 25 мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асыруда. Бұл деген өте көп. Жақында ғана өзім Нью-Йорк қаласына жастар форумында қатыстым. Біріккен ұлттар ұйымы ұйымдастырған жастар форумында да осындай көптеген мәселелер көтерілді. Волонтерлік мәселесі, жалпы жастардың білім және ғылым саласындағы маңызды рөлдерін айқындалды, және де былай қарап отырсақ, шешім қабылдау процестерінде жастардың рөлін көбейту.
жастардың қатысуын көбейту болып табылады. Сондықтан да былай қарап отырсақ, бұл мәселе тек қана біз ғана көтеріп жатқан мәселе емес. Бұл халықаралық аренада басты осы Біріккен ұлттар ұйымының жалпы ең басты повестка деп айтады, осындай бір аджендада қойылып жатқан мәселелердің бірі болып табылады. Әрине, бұл халықаралық тренд, қазіргі цифрлық және де жасанды интеллект заманындағы біздің трендтердің бірі, бұл жастар осы жалпы анау медиа саласындағы, әлеуметтік саласындағы өздерінің пікірлерін әлеуметтік салалар арқылы жеткізіп отыр. Көптеген ақпаратты 80% жастарымыз, мысалы респонденттердің жалпы зерттеулерге қарайтын болсақ, респонденттердің 80% кез келген ақпаратты осы әлеуметтік медиадан қабылдап отыр. Теледидар мүмкін азырақ қолданатын шығар, бірақ қазіргі таңда осы телефон арқылы көптеген ақпаратты да және де саяси науқандарға да қатысып жатқан жастардың осы әлеуметтік медиа арқылы қатысып жатқанын біз көріп отырмыз. Сондықтан да жалпы Абай мырза, сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, бұл жерде тек қана жалпы таза Қазақстанның ұғымында қалай ілгерілетеміз деген сұраққа түрлі тәсілдер қабылдау керек сияқтымыз. Мемлекет тарапынан барлық тәсілдер қолданылуда, оның ішінде мынау қоғам арасында кеңінен тарату да, ол да жұмыс, үлкен жұмыс. Сол себептен міне сіздер сияқты көшбасшылар да, жастар ресурстық орталықтар да, жергілікті атқарушы органдардың ішкі саясат басқармалары да, жастар саясаты басқармалары да белсенді қатысуда. Бұл дегеніміз біз ең бастысы осы жастардың белсенділігін арттыру болып табылады. Қоғам арасына қызмет ету, қоғамға өз үлесімізді қосу, мемлекетімізге пайда алып келу деген сияқты сұрақтарға жауап бергіміз келеді. Сондықтан да бұл да үлкен сұрақ негізінде. Бір ғана жауабы жоқ деп ойлаймын. Жан-жақты қарау керек, жан-жақты шаралар қабылдану керек. Жаңа айттық қой, таза Қазақстанға 7 миллион кісі қатысыпты деп. Ішінде әрине мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері де болады, өздері шығады, ұжым болып шығады, қоғамдық ұйымдар шығады, волонтерлер де шығады. Волонтерлікке мәжбүрлейтін жағдайлар бар ма бізде? Яғни осындай акцияларға қатысуға мәжбүрлеу. Енді ол жоқ, бар деп кесіп айтуға болмайды. Өйткені ол қоғам болғаннан кейін әртүрлі сол шараны ұйымдастыратын ұйымдар бар, сол шараны жасап жатқан мекемелер бар. Сонда әр мекеменің ішкі тәртібіне байланысты әрине кейбір волонтерлік ұйымдар барлығы өз еркімен бірігіп жасалып жатқан. Өйткені волонтерлік ұйымдарды көбінесе қазақта сөз бар ғой, жаңа бес саусақты біріктіретін білек, білекті біріктіретін жүрек деп келтіреміз ғой. Осы жерде сол экологиялық бағыттағы экологиялық мәдениетті жаны жақсы көретін, соны қайтсем жақсартуға атсалсам деген волонтерлар жиналады көбінесе ұйымдарға. Ал енді жалпы таза Қазақстанда жалпы акциясына қатысу енді көбінесе барлық мынау бизнес құрылымдарын, барлық мекемелерді мысалы қаншама тартып жатыр. Яғни олардың барлығы келген кезде, әрине бастапқы кезде мәжбүрлеумен де келетін жағдайлар болады, кездесіп жатады. Яғни ол жерде енді бұл жерде жалпы оның барлығы бірдей волонтер деп атап жатқан жоқпыз ғой. Сондықтан да жалпы бұл акцияға қатысуы, жалпы халықтың қатысуы, кез келген нәрсе өзі бірінші жаңағыдай мәжбүрлеу, одан кейін дағдыға айналады, одан кейін мәдениетке айналады дейді ғой кез келген іс-әрекетіміз. Сондықтан да ол таза Қазақстан бірінші біздегі бизнес құрылымдарын, жалпы қаншама мекемелерді осы бағытта арнайы мысалы ең бірінші президенттің, мемлекет басшысының осы жалпы акцияны жариялауы, одан кейін барлық жергілікті жердегі ұйымдастырушылардың ұйымдастыру жалпы жұмыстарына байланысты әрең тартылып жатады. Сондықтан да ол жерде сол қандай да бір мекеме мәжбүрлеп шығарып жатыр деген бір қатты бір ауыр тақырып емес. Сондықтан ол жерге мекеменің қызметкерлері өздерінің сол күнге арналған жұмыс кестесінің аясында белгілі бір 2 болмаса 4 сағат уақытын бөліп жатады. Сондықтан ол жерде олардың жасап жатқан жұмысы бір қатты бір заңсыздыққа алып келмейді. Жалпы волонтерлік қызметте бізде корпоративтік волонтерлік деген бар. Корпоратив деген кез келген мекеменің қызметкерлері әріптестерімен бірлесе отырып ақысыз және қоғам игілігі үшін жасаған әлеуметтік бағыттағы волонтерлік қызметтің түрін волонтерлік қызмет дейміз. Сондықтан да бұл жерде бір жағынан корпоративтік волонтерлікті дамытуға бір үлкен бір бастама. Яғни өйткені әрине әр мекеменің өзінің жасап жатқан профильдік несі бар, бағыты бар. Одан бөлек қоғам игілігі үшін жасайтын жұмысқа да
мекеме басшылығының мәжбүрлеуімен басталып жатса, ары қарай соның ішінде жаңа корпоративтік волонтерлікті дамытуға байланысты жұмыстар жалғасып кетіп жатады. Бізде корпоративтік волонтерлікті бағытында дамытып жасап жатқан біраз мекемелер бар. Атап айтатын болсақ, мысалы, жалпы Қазмұнайгаз бар, Қазақстан темір жолы бар, батыста мұнай компаниялары бар, яғни олардың қызметкерлері өздері айына белгілі бір күнді белгілеп қойған сол волонтерлік қызметпен айналысады. Енді қоғам игілігі үшін ақысыз жұмыс жасайды. Яғни бұл да тек қана сол өзінің саласында, өзінің бір мекемесінің ғана жұмысына жауапты емес, жалпы қоғамға барынша жауапты ретінде тартып жатады. Яғни бұл жерде сондықтан да бұл жасалып жатқан жұмыстардың барлығы дұрыс бағытта келе жатыр деп айтуға болады. Бұл біріншіден әлеуметтік жауапкершілік, екіншіден тимбилдинг қой. Иә. 5 күн жұмыс істейсің, бас алмай. 5 күннен кейін таза ауада әріптестермен аралас құралас, сенбілікке барасыз, көшеге шығасыз, одан кейін бірге барып түскі ас ішесіз деген сияқты. Әрі қарай ұжымдағы меніңше бірлікті, ынтымақты, бір корпоративтік мәдениетті дамытудың бір теңдессіз жолы деп айтуға болатын шығар. Жасыл елді айттық, енді жазда басталады деп, бірақ оған қарамастан ерікті ретінде апта сайын сіздер Таза Қазақстанға шығасыздар, иә? Мен түсінген бойынша солай ғой? Бүкіл өңірде. Экологиялық айлық маусымдар басталады. Әр өңірлердің әкімдіктермен тікелей қолдауымен, сол жақтың экология саласындағы белсенді азаматтармен бірге штабтарымыз мейлі жұмыстың басым бөлігі маусым, шілде, тамыз айларында бола тұра, наурыз айынан бастап бізде соңғы жылдары наурызнама декадасы қабылданды ғой. Соңғы 23 наурыз тазару күні. Сол тазару күнінен бастап әрі қарай таза болайық, тазалық мәдениетін қалыптастырайық, жылды таза болып қарсы алайық деген секілді ұстанымдарын ұстап, азаматтар сол уақыттан бастап жаңағы сенбілік жұмыстарына, одан кейін ағаш отырғызу жұмыстарына шығып жатыр ерікті негізде. Оған ешкім, енді бізде жалақы алатын азаматтардың басым бөлігі жалақыны жобаның аясында ғана алады. Ол жоба тек 3 ай ғана. Ары қарай оның өзінің басқа да бір қызметтері болуы мүмкін, өзге де жұмыстары болуы мүмкін деген секілді. Бірақ осы салаға жаны ашитын болғандықтан кейін өздері жыл соңына дейін бірге жүріп, келесі жылдың жоспарларын жасап, қалай біз жастарды тартамыз, немесе квота өсіру мәселесі бойынша да тікелей жаңағы әкімдіктегі идеологиядағы жауапты мамандармен бірге сол нәрселерді пысықтап жатады. Жаңа идеялық көзқарастарды алып келетін жастардың енді жыл сайын жаңа бір трендтері пайда болып келе жатыр. Жыл сайын жаңа бір әлеуметтік желі іске қосылады деген секілді. Сол арқылы қалай таратамыз, қалай насихаттық жұмыстар жүргіземіз деп, қазір енді штабтарымыз 24-те 7 жыл 12 ай жұмыс істеп жатыр. Бірақ жалақыны сол 3-4 ай көлемінде ғана алады деген секілді. Енді кей өңірлеріміз бар, оңтүстік өңірлеріміз, мысалы Ақтөбе облысын алсақ болады, жұмысты наурыз айынан бастайды. Өйткені күн ертерек жылайды, жер ертерек көктейді. Соған қарамастан олар алдын ала жастарды бір жағынан бос жастарды жұмыспен қамтиды. Енді бізге тартылатын тағы да бір қоса кетейін, рұқсат болса, жұмысқа келетін жастардың басым бөлігі ниет санатындағы жастар. Яғни оқымайтын, білім алмайтын жастардың қатары бар. Оның қазір Гүлсхан ханым өзі айта жатыр, қандай елімізде статистика бойынша пайыздық мөлшерлемесі қандай деген секілді. Сол жастарды біз ары қарай әлеуметтендіріп, тұрақты жұмысқа орналастыру бағытында да негізгі қызметтерімізді атқарамыз. Өйткені біздің түсінігімізде 21 ғасырдың жастары, Абай мырза айтқан зумер жастар, олар бос жатпау керек. Өйткені олардың бойында белгілі бір дағдылар бар, тез меңгеріп алатын, тез үйреніп алатын, сол мүмкіндіктердің барлығын пайдалана отырып, олар жұмыстарын жасаса, қызметтерін жасаса, ниет санаты деген түсінік бізде мүлдем болмаса, мысалы мен өзімнің ойым ғой, жастардың барлығы сондай белсенді болса, онда біз жақсы нәтижелерге қол жеткіземіз. Сонымен қатар мемлекеттік болып жатқан идеологияларға да тікелей өзіміздің үлесімізді қосамыз деген секілді. Ниет жастар туралы жақсы бір тақырыпты бастап кетті. Қазір бұл мәселемен қалай айналысып жатырсыздар? Көп адам да бізде сұрайды, жалпы өздеріңізге белгілі, бұл жалпы ниет деген ұғым бізде заңда көрсетілмеген. Бұл ниет деген ұғым Ұлыбританиядан 1989 жылдары келген. Басқа
елдерді аралап осы ұғым сіңді деп айтсақ болады. Not in education, оқымайтын, not in employment, жұмыс істемейтін, not on engineering, да, то есть не развивается, ары қарай өзінің қабілеттілерін дамытып жатқан жоқ жастарымыз деп айтсақ болады. Енді бұл ұғымға біз үлкен бір әдістемелік нұсқаулық дайындадық. Жалпы неге десеңіз, себебі түрлі мемлекеттік органдар өз тарапынан түрлі статистикаларды беруде. Жалпы айтқанда бізде жұмыссыздық мәселесі ешқашан бұл өзекті мәселелердің ішіне кетпеген. Жұмыссыздық мәселесі ол елімізде болған, бар, қазір болады деп айтсақ та болады, иә. Қазіргі таңда мысалы 2 жылдың зерттеулерімізге сәйкес қарайтын болсақ, 2024-2025 жылдары НИТ санатын жалпы жастардың жұмыссыздық мәселесі 3%-ға келіп тұр екен. 3,1%, 3,2%. Бұл да бір динамикада тұрғаны, ол да жақсы көрсеткіш деп қабылдадық. Өспегені жалпы, иә, және де бір динамикада тұрғаны, біз ары қарай бұл жұмыссыздық және де НИТ категорияның жұмыссыздық жалпы мәселесіне ішіне қарай кіретін болсақ, бизнес процестеріне, бізде көлеңкелі экономикада жүрген жастарымыз өте көп. Неге десеңіз, мысалы ауылдарға барып та біз интервью алдық, фокус группаларды өткіздік, осы НИТ жастағы жастармен жұмыс жасадық деп айтсақ болады. Әкімдермен де сөйлестік, әңгімелестік, интервью алдық. Сонда жалпы біз түсінгеніміз, өзінің мысалы кішкене ғана ауыл шаруашылығымен жұмыс жасап жатқан жастарымыз да өте көп, өзінің отбасында, бірақ өзінің атында ештеңе тіркелмеген. Компания тіркелмеген. Иә, компания тіркелмеген, және де ол оқымайды, себебі мал шаруашылығы бар, үйінде жұмыс жасап жатыр, және де зейнетақы жарналары зейнетақысы да түспей жатыр, біз оны көре алмаймыз. Иә, бірақ ол жалпы жұмыс жасап жатқан жасмыз деп айтсақ болады, иә. Одан бөлек кейбіргі жастарымыз жалпы алиментті төлемеу үшін де қашып жүретін азаматтарымыз да бар. Ол да көлеңкелі экономикаға шығады. Өзінің жұмыс берушімен әңгімелесіп, сөйлесіп, сол былай көлеңкелі ақшасын да алып отырған азаматтарымыз да көп. Одан бөлек қазір мынау кредит мәселесі де өте өзекті. Жастарымыздың жалпы мынау қарыздану процесі өте көбейіп келе жатыр, оны бәріміз білеміз. Және де мысалы 90 күннен асып кеткен жастарымыз өзінің кредитін төлемейтін болса, олар да көлеңкелі экономикаға түсіп жатқан азаматтарымыз өте көп. Себебі олар былай алатын болса, барлық ақша түсетін түсімдері кредит жабуға кетеді. Бұл да енді үлкен өзекті мәселе. Сол себепті біз былтырдан бастап жалпы ресурстық орталық бар. Еңбекті дамыту ресурстық орталығымен біргелесіп отырып, біз жастар цифрлық картасын жасақтадық. Оны біз жақында презентациясына шақыратын боламыз. Бұл дегеніміз осы өңірлердің сұранысы бойынша НИТ категорияда жастармен қалай жұмыс жасаймыз, кімге барамыз, үйлеріне барсақ есігін ашпайды, не істейміз, біздің құзыреттілігіміз жоқ деген сияқты сұрақтар көтеріп жүргеннен кейін, біз осы НИТ категориясына кіре бастағаннан кейін, оның ішінде көптеген жас азаматтар бар ғой. Жалпы бұл мәселеге келу үшін біз тек қана цифрлық шешімді ғана көріп отырмыз. Өздеріңізге белгілі, жалпы 2026 жылы мемлекет басшысы осы цифрлық заман болып, цифрлық жылды белгілеп кетті. Одан бөлек жалпы мынау барлық процестерді автоматтандыру үшін, себебі жастарды білім саласы болсын, жұмыссыздық мәселесі болсын, өзінің денсаулық мәселесі болсын, инфрақұрылымдық барлық мәселелерге қарайтын болсақ, түрлі басқармалар, түрлі мемлекеттік органдар жауапты. Сол себепті интеграцияланған осы сұрақтарға жауап беретін үлкен бір цифрлық базаны жасақтадық. Бұл жерде жалпы әр өңірге өз кез келген, мысалы Түркістан облысы, Келес ауданы болсын, Созақ ауданы болсын, соға кіріп, және де қаншама жас тұрып жатқанын, қаншама миграциялық процестерін көруге, қаншама жас кетіп келіп жатқанын, қаншама жас кәсіпкерлікпен айналысып жатқанын, ер кісі ма, әйел кісі ма, және де отбасы бар ма, отбасында қаншама балалары бар, субсидия алып жатыр ма деген сияқты барлық қандай аурулармен ауырып жатқанын да бәрін көруге болады. Қай жерде оқып жатқанын. Бұл дегеніміз барлық мемлекеттік деректер жинақталған үлкен жастар цифрлық картасы осы сұрақтарға түбегейлі жауап береді деп ойлаймыз. Демек, жастар ресурстық орталықтары және де әкімдіктердің жастар саясатына
жауапты мамандар осы жастармен қалай жұмыс жасауға барлық цифрлық шешімдерді көріп отырып және де шешім қабылдайды, дұрыс шешім қабылдайды деген сенім артып отырмыз. Жақсы, шын мәнінде НИТ категориясы өз алдына бөлек бір шығарылым тақырыбы, оған келеміз. Біз енді жаңа Нұрасыл айтқаннан кейін осы ниеттегі азаматтарды Таза Қазақстан сияқты бастамаларға қоғамдық өмірге тартудың жолдарына тоқталдық қой. Маған ендігі қызық болып отырған мәселе белсенділік динамикасы негізі әртүрлі болады. Өңірлерге байланысты, иә. Таза Қазақстан бар, басқа да қоғамдық істер бар, елдің саяси қоғамдық жұмыстары бар. Осыған байланысты динамика қандай? Қай өңірдің жастары осындай бастамаларда белсендірек, қай өңірдің жастары артта қалып қояды, және ауыл мен қаланың осы сұраққа қатысты айырмасы қандай? Кімнен бастасақ болады? Енді біз көбінесе енді волонтерлік ұйымнан келгеннен кейін барлық осы волонтерлік жасалып жатқан шараларға байланысты келіп тоқталамыз. Салыстырмалыға келген кезде жаңа жоғарыда атап өткендей волонтерліктің өзі 14 бағыты бар ғой. Осы 14 бағытына байланысты әр өңірде волонтерліктің әр бағыты дамып жатады. Мысалы жаңа сіз айтқан Түркістан облысында бізде мынау тарихи орындарды қорғау, оларды сақтау және жаңадан ескі қалалардың орнын мысалы зерттеушілерді, волонтерлік ұйымдар тарту, яғни осы жағына келген кезде осы бағытты, мысалы мәдениет бағытындағы, осы зерттеу бағытындағы волонтерлік ұйымдар мысалы Түркістан облысында мысалы жиі көп кездеседі. Яғни олардың негізгі жұмыс бағыттары да сондай. Мысалы енді бұл табиғаттың жаңағы Таза Қазақстан тақырыпқа келіп жатырмыз ғой. Мысалы ағаш отырғызу мәдениеті мысалы оңтүстік өңірлерде, батыста мысалы жақты кезекте күн тәртібінде тұрған бір тақырып болатын болса, мысалы біздің шығыстағы, солтүстіктегі орманда, алқапта орналасқан облыстарымызда бұл қатты бір күн тәртібінде тұрған жоқ. Сондықтан да біз волонтерліктің бағытына байланысты бөлеміз көбінесе. Яғни мынау жалпы ормандардың орман өрттері көбінесе өздеріміз жақсы Семейде болып жатыр, Қостанайда болды. Енді осы жерде орманды сақтаумен айналысып жатады көбінесе. Сақтау, олар тазалау, өрттен сақтау, мысалы арнайы жаңа ормандардың ортасындағы өзінің экологтармен бірге жасайтын ормандарды ортасын бөлу, мысалы қандай да бір өрт болған кезде жалпы барлық орманнан айырылып қалмайды, тек сол әрі бөлек жаңағы араларын ажырату бойынша. Яғни волонтерлік ұйымдар сонымен де айналысып жатады. Мысалы ал оңтүстікте, батыста ағаш отырғызумен айналысып жатады. Сондықтан да бұл жерде волонтерлік ұйымдардың өзде сол өңірге байланысты, табиғи орналасуына байланысты өздерінің тақырыптары бар, сол бойынша жұмыс жасайды. Енді жалпы бүкіл барлық өңірде тұрақты түрде бір уақытта дамып келе жатқан волонтерлік мысалы бағыттары да бар. Медицина саласын айтуға болады. Медициналық волонтерлік бір деңгейде жұмыс жасап келе жатыр. Одан кейін жаңағы құтқару бойынша жоғалған балаларды табу, қазір енді біздің жаңағы ерекше балаларымыз да көп қой. Мысалы қоғамда сол ерекше балалар күнделікті ойнап жүріп, болмаса орталыққа барып келе жатқан кезде өз үйін таба алмай жатқан жағдайлар кездеседі. Одан кейін қала кезіп кетеді. Сондықтан осы кезде біздің құтқарушы бағытты таңдаған волонтерларымыз мысалы көп көмегін тигізіп жатыр. Яғни әр өңірде осы республикалық ұйымдар бар, соның ұйымдардың өкілдіктері ұйымдастырылған әр өңірде сол ұйымдар осы бағыттар бойынша жұмыс жасайды. Яғни бұл жерде енді волонтерліктің 14 бағыты бізде көбінесе сұраққа осы осылай келеді, жалпы қай өңірдің волонтерлік ұйымдары белсенді деген. Сондықтан да бұл жерде белсенділікті әр бағытқа байланысты, мысалы енді жануарларды қорғауға байланысты да қаншама волонтерлік ұйымдар жұмыстарын жасап келе жатыр. Сондықтан да салыстыруға әрине келмейді. Медицина саласында жүрген волонтерлік ұйым өздері 50 әлеуметтік төмен отбасыларға медициналық қызмет көрсетсе, мына жақта 100 волонтер ағаш отырғызып жатса бір-бірін салыстыра алмаймыз. Сондықтан да бұл волонтерлік ұйымдардың өздерінің сол бағыттарына байланысты жасаған жұмыстарын көрсетеді. Яғни бұл әр өңірдің сол табиғатқа байланысты, орналасуына байланысты. Мысалы кеше Біріккен ұлттар ұйымының биыл халықаралық жыл деп Гүлсхан ханым атап өтіп жатыр ғой. Биыл халықаралық волонтерлар жылына байланысты Біріккен ұлттар ұйымының осы волонтерлік бағдарламасы осы Азия елдерін арнайы жинаған болатын. Бас штаб квартирасында, бұл Бонн қаласында, Германияда. Ол жерде сол Германияның жалпы өзінің ішкі мәдениетін қарап отырсақ, енді Европа орманды алқап қой. Оларда ағаш отырғызу емес, жалпы оларда өскен ағашты кеспеу, сындырмау деген мәдениет бар екен.
бұл құрылыс компанияларына да жалпы тұрғындарға да бәріне бірдей қатысты мәдениет. Оларда мүмкіндігінше сол өсіп тұрған ормандарды, ағаштардың барлығын айналып өту, сақтау, болмаса соның айналасында бос жерді ғана қолдану деген мүмкіндікпен қарастырады екен. Сондықтан да енді алдағы уақытта бізде осы таза Қазақстан акциясымен қаншама елді көркейте бастық, одан кейін жаңағы сақтау, оны кеспеуімен де бір мәдениетін қалыптастыру керек сияқты бізге. Сондықтан сол кезде соны сақтау, өйткені болашақ ұрпаққа біз жақсы, таза бір қоғамды қалдыру үшін жұмыс жасап жатырмыз ғой. Сондықтан да жаңағы ағашты сақтау дегенде, мысалы орманды сақтау дегенде бір жақсы бір идея мысалы жүзеге асатын болса, мысалы қаншама біз енді көбінесе жол салатын кезде, ғимарат салатын кезде белгілі бір жерді берсе, сол координата бойынша бәрі тазалап тұрып бастайды ғой жұмысты. Сонда мүмкіндігінше солсы қаншама егілген ормандарды, егілген осы жасыл жасақтарының мысалы қаншама белсенділігімен қолға алынған өскен ормандарды сақтап қалуды да бір қатар алып жүру керек сияқты бізге. Қоса кетсем, өңірлер бойынша. қоса кетсем бола ма? Бізде енді әр өңірдің мәдениеті, жаңағы салт дәстүрі, идеологиясы әртүрлі. Сондықтан әрқайсысының өзіндік бір ерекшеліктері болып тұрады. Енді біз жасыл ел ретінде айтып өтсек, Ақтөбе облысында жақсы бір мәдениет қалыптасқан. Олардың осы тек экологиялық жасақпен қатар құрылыс жасақтары да дамып келе жатыр. Мысалы, қазір ескі ғимараттары бар, көп қабатты ғимараттары бар Ақтөбе облысындағы. Біз сапарға барған кезде бізге көрсетеді, біздің жасыл елдің сарбаздар салған сол жерде. Ол жерде бір ерекшелік, мысалы, құрылыс жасақтарында жұмыс істейтін жастарға біздің облыстық штаб 85 мың теңге ең төменгі жалақы мөлшерінде ақша берсе, тікелей жұмыспен қамтып отқан құрылыс мекемесі тағы да сондай көлемінде жалақы қосады. Яғни қолына 150 мың, 180 мың теңге көлемінде жалақы алады. Және ол әрі қарай тұрақты жұмыспен айналысады. Әрі қарай құрылыс жасағы бойынша жұмыстарын жалғастырып жатады. Енді бізде көбінде жастардан ұсыныс түсті. Сонымен қатар экологиялық жасақтардың да жанына біз өзіміздің тағы да қосымша жастарға қызықты болатын, тұрақты жұмыспен қамти алатын еңбек жасақтарының желісін кеңейтейік деген. Оны президентпен кездескенде де ұсынысымызды айтқанбыз, өзіміз жоспарлап жатырмыз қазір деп. Ол жаңағы жасыл елдің жұмысы экологиялық жасақтардың қатарында болса, оның жанында құрылыс жасақтары, тікелей құрылыспен айналысатын, аграрлық жасақтар, түрлі шаруашылықтармен, түрлі жаңағы жейтін біздің азық-түлік шығаратын компаниялармен жұмыс істейтін деген секілді педагогикалық жасақтар, инженерлік техникалық жасақтардың біз желісін кеңейтуді қазір көздеп отырмыз. Жақында осы Ресей Федерациясының Омбы қаласына іссапарға барып келдік. Ол Гүлсхан ханымның әріптестері барды бізбен бірге. Ресейдің студенттік жасақтары бойынша біз жасыл елмен сол Ресейдің студенттік жасақтары бойынша тәжірибемізді алмасқанбыз. Біз қалай жастарды толығымен жұмыспен қамтимыз. Өйткені жастардың тарапынан өте ұсыныстарға ие, өте жаңағы квота бойынша көп мәселе болатын, сөз болатын жобалардың бірі осы біздің жобамыз. Өйткені бір ай көлемінде ғана жұмыс жасайды. Ол жұмыс ұнап қалады оған. Командасы ұнап қалады, қасындағы жасайтын қызметі ұнайды. Ол ары қарай да жұмыс істегісі келеді. Екінші айға қалуға бола ма дейді, біз жоқ дейміз. Өйткені ақыбат 1000 адамды жұмыспен қамтимыз, 1000 адамның ғана 85 мың теңгеден өлшенген жалақысы ғана бар. Одан басқа жалақы жоқ. Ол тегін жүргісі келмейді, жасағысы келеді деген секілді. Біз енді осындай жасақтардың қатарын көбейтіп, құрылыс компаниясы, мысалы BI Group компаниясы құрылыспен айналысады. Олар бізге жастар бойынша вакансияларды берсе, біз арнайы жастардың жасақтарын қалыптастырып отырып, 50 жастап, 100 жастап оларға жіберетін болсақ, олар бізге мемлекет тарапынан жалақы төленбейді, яғни жастарға бюджетке ауыртпашылық түспейді біріншіден. Екіншіден, тікелей жалақыны құрылыс жұмыс беріп отқан мекеме береді. Біз ары қарай ол жастардың құрылыс мекемесі жұмыспен қамтып отса, біз ары қарай идеологиялық жұмыстармен айналысамыз. Іс-шараларымызға шақырамыз, жаңағы сайлау секілді, референдум секілді, түрлі волонтерлік жобаларымызға да шақырып қалуымыз мүмкін деген секілді біздің қазіргі уақытта жоспарларымыз болып отыр. Енді жаңа да айттым, әр өңірдің жаңағы мәдениеті, жаңағы идеологиясы әртүрлі. Бізде президентпен кездескен кезде ең жақсы бізге серпін бергені ол президенттің бізге айтқан сөздері, жігері. Ол жерде ауылдан келіп тұрған, ауылдық елді мекеннен келіп тұрған, Астанаға бірінші рет келіп тұрған да азаматтар бар. Мысалы, бізге айтқан ең бір жылы сөзі, біздің ұйымның жұмысын қолдаймын, ары қарай патриоттық қозғалыс болатынына сенім білдіремін деп бізге жігер сыйлаған. Сол мотивациямыз әлі күнге дейін өзіміздің жұмыстарымызды жалғастырып келе жатырмыз. Жаңа енді Түркістан облысын айттыңыздар,
мысал келтірдіңіздер, Шымкент қаласы 2025 жылдары біздің бағдарлама аясында жұмыстарын жүргізген жоқ. Шымкент қаласында қаржыны бөлді. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында ұтып алған ұйым іске асырған жоқ, жасамаймыз деп бюджетке қайтарып берді ақшаны. Түркістан облысында да қателеспесем 2 жыл қатарынан жоба іске асқан бюджеттің тапшылығына байланысты деп. Сондықтан көбінде біздің әлеуметтік желімізге, байланыс құралдарымызға жазып хабарласып жатады, біздің өңірде жоқ па, жасағымыз келеді, бізде іске асырғымыз келеді, қатарларыңызға қосылғымыз келеді, осы бастамаларға қатысқымыз келеді деген секілді сауалдарын білдіреді. Бірақ біз айтамыз, енді болашақта болады, әлі күнге дейін сол жабулы қазан күйінде қалып отыр негізі. Бірақ біз ойлаймыз, алдағы уақытта да бұл мәселе шешімін тауып қалар. Өйткені үлкен жалпыұлттық жоба болғаннан кейін біз бүкіл елдің жастарының қатысуын қалаймыз. Оған барлығына мүмкіндіктер теңдей берілгенін қалаймыз. Сол секілді жұмыстарымыз ары қарай жалғастырамыз. Жаңа батыс өңірлері туралы жақсы айттыңыз, Ақтөбе өңірін мысалға келтірдіңіз. Елімізде әсіресе батыста су тасқыны болған кезде жекелеген қорлар, құрылыс компаниялары үй салды ғой. Сол кезде жасыл елдің азаматтары, жастар келіп жұмыс істеп жатқанын өзіміз көрдік. Құрылыста көмекші ретінде өте белсенді жұмыс істеп жатты. Сізге тағы сұрақ, бізде мұнайлы қалалар бар, шағын қалалар бар, өнеркәсіп қалалар бар, мысалға Теміртау сияқты қала бар, Қолсары, Жаңаөзен, Кентау деп айтамыз. Осындай шағын қалалардың жастары туралы айтыңызшы, белсенділігі қаншалықты қоғамдық өмірге араласады? Одан кейін сіз айтыңыз, осы жастар өңірлер бойынша. Жақында ғана әлеуметтік желіден байқаған боларсыздар, Маңғыстау облысы Ақтау қаласында жергілікті деңгейдегі жастар орталығы осы жастар еңбек жасақтарына жастарды тарту бойынша, жұмысқа қабылдау бойынша хабарландыру жариялаған. Соған байланысты енді сұраныстың көптігіне байланысты адамдардың, келушілердің саны тым артып кеткен. Жобаға қатысушы балалар ата-аналарымен бірге келіп, ана жерде кезек сақталмай, адамдар бірін-бірімен арты ұрысқа, дауға дейін ұласып кеткен негізі. Біз бұдан байқап отырмыз, енді жобаға шынымен де ол жастарға керек. Өйткені осындай оқиғалар бізге шынымен де оның маңыздылығын, оның жастар үшін қажет екенін түсіндіріп тұр. Мен ойлаймын, өзім жергілікті жердегі идеологияны іске асырған кезде, жастардың жобаларын жасаған кезде міндетті түрде оған жастар қатысуы керек, жоспарлауға қатысуы керек. Яғни біз жастарға мінекей мынадай жоба болады, келіңдер, қатысыңдар деп айтқаннан көрі, сіздерге не қызық? Қазіргі біздің жасап жатқан жобаларымыз бойынша сіздерге қандай тағы да басымдылықтар берейік, мүмкін көлемін көбейтейік, мүмкін квота санын көбейтейік деген сияқты жастардың да ұсынысын ескерген дұрыс секілді. Өйткені көбінде жастар орталықтарының жұмысына жастар қонақ ретінде келіп қатысып келеді. Ол негізі дұрыс емес, ол жастар принциптеріне сәйкес келмейді. Жастар қонақ ретінде қатыспау керек. Керісінше, жастар оны жоспарлауға, оны іске асыруға, оны бірге өткізуге қатысуы керек. Менің түсінігім де осы. Енді тағы да бір жайт, жаңағы мұнайлы өлкелерді айттыңыздар, түрлі құрылыс компаниялары бар, жақсы, бірақ мен нақты бір естіген жоқпын. Кейбір ғана Теміртаудағы Қармет, қателеспесем, компаниясы жастардың бір экологиялық жобаларына көмектескен болуы керек, менің ақпаратым бойынша. Бірақ осы тек қана жасыл елдің бағыты ғана емес, сонымен қатар тұтас экологиялық бағытқа, таза Қазақстан бойынша әрбір құрылыс компанияларының, мұнай компанияларының, шетелдік компанияларының бір жобалары болуы керек деп есептеймін. Өйткені біз кішкене қана әкімдіктердің 4 миллион, 5 миллион теңге бөлген жобасын, әлеуметтік жобасына қарап отырамыз, оның нәтижесін үлкен қылып жеткізушіден күтеміз, ол нәрсе дұрыс емес. Расымен де егер жанымыз ашима, ол мекемелер келіп сол елдің табиғи ресурстарымен, байлықтарымен жұмыс істеп жатса, сол елдің азаматтарын жұмыспен қамтып жатса, осы экология бағытына да өзінің үлесін қосу керек деп есептеймін. Кешеде президентпен біз Айбек мырза 30 қаңтарда кездестік. Осы халықаралық жылдың ашылуы бойынша бизнес өкілдеріне де президент жақсы үндеу жасады. Волонтерлік жобаларды, волонтерлік іс-шараларды мүмкіндігінше қолданыңыздар деген сияқты өзінің үндеуін тастады. Біз енді мүмкіндігінше ол кісілерге жеткізіп, осындай қолдауларды алуымыз керек. Өйткені айналып келгенде барлығы қаржыға келіп тіреледі. Егер біз расымен де нәтиже көргіміз келсе, расымен де шынайы пікірлерді білгіміз келсе, онда оған лайықты өзінің бюджеті болу керек деп есептеймін. Дұрыс айтасыз, негізінде жалпы айтып кететін жайттар бар. Мысалы, барлық істер, іс-шаралар қаржыға тірелмейді деп ойлаймын негізінде.
мына волонтерлік ісі болса, экологиялық қоршау мәселесі болса, кез келген үлкен ұйымдарды айтып жатсыз жаңа, иә, BI Group және де басқа да құрылыс компанияларды, дұрыс айтасыз. Оны өздерінің корпоративті мәдениет ретінде оны өздерінің іс-шаралар тізбесіне бекіту керек. Өте жақсы идея. Неге десеңіз, себебі мысалы самұрық қазынаға да келетін болсақ, қателеспесем 40 или 50% ма жастар жұмыс жасап келе жатыр. Оның ішінде өте көп белсенді жастарымыз бар, талантты жастарымыз бар. Былай қарайтын болсақ, жастар өте көп әр компанияда. Сондықтан да оларды ынталандыру, оларға дұрыс бағыт-бағдар, дұрыс идеологиялық жағынан бағыт-бағдар беру өте әр үлкен басшының қолында тұрған мәселе ғой негізінде. Менде де өзіміздің жастар ғылыми зерттеу орталығы кішкентай ғана ұйым болса да, өзіміз де осы Таза Қазақстан акциясы аясында сенбілікке шығып, жалпы бұған қаржы керек емес, жалпы шығамыз, өзіміз бірге жиналамыз, жаңағыдай өзіміздің мәдениетімізді, корпоративті мәдениетімізді көрсетеміз деген сияқты, бізде өзіміздің үлесімізді қоғамға көрсеткіміз келді, және де қоғамға үлесімізді қосқымыз келді. Бұл өзіміздің таза ниетіміз болды деп айтсақ болады. Сондықтан да әр басшының осындай идеологиялық принциптерін жеткізу керек сияқты әр басшыға. Және жаңа да сізде Абай мырза сұрақ қойып жатсыз, өңірлер әрине әртүрлі. Әр өңірдің өзінің ерекшеліктері бар. Бұл орайда бізде жастар ғылыми зерттеу орталығы былтыр бірінші рет жастар дамыту индексін жасақтадық. Бұл дегеніміз 32 индикатор бойынша, 7 бағыт бойынша жастардың дамыту, жастардың мәселесі бойынша жастар саясаты қалай жүзеге асырып келе жатқан деген сияқты сұрақтарға жауап беру үшін біз осындай 32 индикатор бойынша индексін жасақтадық. Бұл әкімдердің рейтингтері деп қабылдауға болады, бірақ біз жалпы сарапшылармыз ғой. Біз оны жалпы әр әкімге өзінің жақсы жақтарын, жаман жақтарын да көрсетуге жасақталған бір аналитикалық картасы деп айтсақ болады. Бұны біз де жаңа цифрлық карта жүйесіне енгіздік, және де қосып кететін бір мәселе бар. Жаңа айтып жатсыздар ғой, бір өңірлер жақсы қосылған жоқ, кейбір өңірлер өте белсенді деп те, мысалы Ақтөбе облысын жақсы тәжірибе ретінде айтып жатсыз. Осы индекстарыңызды және де көрсеткіштеріңізді біздің жастар дамыту индексіне және де жалпы жастар цифрлық картасына енгізетін болсақ, неге демесеңіз, себебі бізде үлкен ортақ, тек қана осы волонтерлік қызмет емес, жалпы жастардың білім деңгейі, жастарға арналған мүмкіндіктер бойынша жастардың инфрақұрылымдық жағдайы, денсаулығы, қандай мәселелер бар, соның бәрін біз жасақтап 32 индикатор бойынша көрсетіп отырамыз. Бұл дегеніміз енді мынау әр өңірдің өзінің ерекшеліктерін көрсетеді, және де әр өңірдің өзінің өзекті мәселелерін көрсетіп әкімдерге және де шешім қабылдап жүрген азаматтарға дұрыс бағыт-бағдар беру деген сөз. Жалпы жастарымыз қалай дамып келе жатыр? Неге мысалы солтүстік Қазақстан облысында және де басқа кейбір өңірлерде біз миграция мәселесіне келетін болсақ, Астанаға және Алматы қаласы шоғырланып келе жатыр, иә? Ол да үлкен проблема ғой негізінде, былай қарасақ. Жылдан сайын, мысалы даже Түркістан облысына қарайтын болсақ, теріс миграционный сальдо дейді ғой, сондайды көріп отырмыз, және де жақын қалалары ол біріншіден Шымкент қаласына шоғырланады екен, кейін Алматы қаласына, Астана қаласына сияқты, оны барлық сан бойынша біз көріп отырмыз қазір. Енді әр өңірге біз жалпы жастар ғылыми зерттеу орталығының ең басты негізгі міндеттерінің бірі ол осы мемлекеттік органдарды жастар саясатымен және жастар саясатындағы басты мәселелерді көрсетіп отыру, және де олармен сүйемелдеу жұмыстарын жүргізу. Сондықтан да жалпы былай қарайтын болсақ, әр өңір өзінің ерекшеліктері бар, оларды бір-бірімен салыстыруға мүмкін емес, бірақ ортақ тенденцияларды және де ортақ проблемаларды, өзекті мәселелерді біз шығарып отырамыз, және де құзырлы органдарға өзіміздің ұсынымдарымызды
картасына өзектендіру мәселесін қарастырайық. Енді жақсы да бір идеялар пайда болып жатыр, және де жаңадағы корпоративтік этиканы де айтып жатсыз. Онда әрине ішкі принциптермен, әр компанияның ішкі өзінің ережелерімен айқындалатын мәселе, бірақ дегенмен мүмкін заңды түрде бұл мәселелерді көтеру керек сияқты. Және тағы да бір ұсыныс болды, мынау еріктілердің жалпы мотивация жағынан қарайтын болсақ, жастар арасында маған не үшін пайдалы деген сұрақтарға жауап беру үшін мүмкін жастардың осы білім беру траекториясына цифрландық картаға қосу керек сияқты. Себебі кейін ары қарай оқу орындарына түскен кезде, мүмкін гранттардың мәселесі шешілген кезде, жұмысқа орналасу мәселесі шешілген кезде, жалпы ол өзінің жалпы резюмесінде оң жақтары көрініп тұрады, белсенділігі мол екенін, жалпы еріктілік және де мынау мәселесі ол жанашырлық мәселесі де айтуға болады. Ол өзіміздің адамзаттың жеке қасиеттері. Мысалы кез келген басшы осындай белсенді жастарды көретін болса, көптеген адамдарға көмектесіп жүрген азамат болса, неге оны жұмысқа алмасқа? Дұрыс па? Демек ол сіздің де компанияңызға жаңашылықпен қарайды. Сіздің де тапсырмаларыңызға жауапкершілікпен қарайды. Және де көмектесуге дайын деген сияқты. Сондықтан да шетелдердің тәжірибесінде біз бірге талқылаған болғанбыз. Әрине кейбір елдерде осы мәселе жалпы цифрлық картаға әр жастың өзінің құзыреттіліктері жазылады екен. Кішкентай кезінен қандай спорт түрлеріне барған, қандай білім беру траекториялары болған, қандай жалпы құзыреттіліктері бар екенін кейін ересек болған кезде оның бәрін осы жұмыс берушілердің тараптарына көрініп тұрады. Бұл да өте бір үлкен тәжірибе деп ойлаймын. Оны бізде елімізге оны сіңіруге болады деп ойлаймын. Рахмет пікірлеріңізге, Гүлсхан, сізге рахмет сарапшылық ойларыңызға. Біз әр подкаст сайын Жастар ғылыми зерттеу орталығының осы қозғалып отырған мәселеге қатысты зерттеуін, аналитикасын, картасын сіздерге беріп отырамыз. Бүгін енді біз еліміздегі үлкен идеологиялық мәселені талқыладық. Ол таза Қазақстан, өздеріңіз айтып жатқандай, таза Қазақстан ол тек ағаш отырғызу мен ауланы тазалау емес. Таза Қазақстан ол мәдениет, таза Қазақстан ол тәрбие, таза Қазақстан ол сіз бен біздің ниетіміз. Жаңа біз айтып жатырмыз, ниет жастар деп. Ниет жастар аз болсын, ниеті дұрыс жастар көп болсын деген мәселені мен айтқым келеді. Қазақтың ниет деген сөзінен көп нәрсе шығады. Таза Қазақстанға атсалысуда, ауланы тазалауда, жасыл елге қатысуда, қоғамдағы кез келген жағдайға бейжай қарамау, бұл барлығы ниеттен туындайды ғой. Сол себепті ниетіміз дұрыс болса, жастар да дұрыс болады деген біздің ойымыз бар. Алдағы подкасттарда менің ойымша жаңа сөз арасында қозғап кеткен жастардың арасындағы қаржы мәселесі проблемасы, цифрлық гигиена, сонымен қатар саяси белсенділік сияқты тақырыптарды қозғаймыз. Бүгінгі тақырыптың өзі өте маңызды деп ойлаймын. Сіздер осы бүгінгі подкастқа байланысты міндетті түрде өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жазыңыздар. Жастар арасындағы ең үлкен проблема қандай, соны да жазыңыздар. Бәлкім алдағы уақытта зерттеудің объектісі ретінде қарастырамыз. Сонымен қатар подкасттарға да арқау болады деп ойлаймыз. Сол себепті келіп қатысқандарыңызға алғыс білдіреміз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Амандықта, саулықта жүздесейік. Сау болыңыздар.